Урматтуу достор, биз сиздерге кайрадан унаалардын бааларын көрсөтүүнү тартуулайбыз. Бул жерде Honda Civic турат, 2001-жылы чыгарылган, объем 1.5, $3100. Телефон номерин дагы көрсөтөбүз. Honda Civic бул жакта Toyota эстеме турат. 232.000 км жүрүптүр. Жылы 2002-жылы чыгарылган, объем 3, газ бензин, $5500. Көрүңүздөр. Биз дагы деле болсо дальше сиздерге көрсөтүүнү улантабыз. Бул жакта Mazda Demio 2002-жылы чыгарылган, объем 1.3, $3600. Bunun жанында Toyota Is турат. Toyota Is 2003-жылы чыгарылган, объем 1.3, $4600 сурап жатат экен. Bunun жанында Step 2, RF2, RF1 екен, RF1 деп жазып турат. 264.000 км жүргөн, 2000-жылы чыгарылган, басы $4700. Bunun жанында Toyota Ipson турат, актысыздыгы 2002-жылы чыгарылган, объем 2.4, басы $5000 сурап жатат экен. Бул жакта Subaru Forester 5 турбинаны көрсөтүп коелу сиздерге. Комментарийде сурагандар болду. 2003-жылы чыгарылган, родной краска деп жазылып турат, $4700. Bunun жанында дагы Subaru Forester турат. Subaru Forester 2000-жылы чыгарылган, объем 2, $2700. $2700. Bunun жанында Honda Accord 40 түстөгү Honda Accord'tu көрсөтөбүз. Басы $4800, 2004-жылы чыгарылган, объем 2, көк түстөгү Honda Accord. Bunun жанында RF3 турат, RF3'тү дагы көрсөтөбүз. 2003-жылы чыгарылган, объем 2, $5500. Биз бул жактан Honda Odyssey'ди көрсөтөбүз. Honda Odyssey 2000-жылы чыгарылган, объем 2.3, $3800 сурап жатат экен. Üstünde olanda bagajник дагы бар. Көрүңүздөр. Бул жакта жалаң эле окшош унаалар бар экен. Бул Step 2002-жылы чыгарылган, объем 2, $5200. Honda Odyssey 142.000 км жүргөн, 2002-жылы чыгарылган, басы $3600 экен. Сиздерге окшош унааларды тартып калбайлы, ошон үчүн аралаштырып тарталы, башка унааларды дагы кошуп. Бул жерде Toyota Avensis 2004-жылы чыгарылган, объем 2, пробеги 153.000 км жүрүптүр. $4700. Alın. Oh.
Toyota Avensis Universal. Бұл жақта Honda Inspire бар екен. Honda Inspire'ды көрсетеміз, қара түстегі. Там мощный тұрады. Жақсы жасалып тұр. 2003 жылы шығарылған, объем 3, $6,700. Honda Inspire қара түсті. Оның жанына Honda Stream тұрады. 2001 жылы шығарылған, объем 2, $4,000. Бұл жақта Mazda Demio 2003 жылы шығарылған, объем 1.3. Үстінде кабриолет сияқты оны ашып жапқыш люк деп қойсақ болады мұны. $3,500 сұрап жатады екен. Көріңіздер, бұл жақта бұл степті тағын көрсетпаймыз. Степ бүгін RF3. 134 км жүрген, 2001 жылы шығарған, басы $5,300. Үстінде готовый багажниктағы жасалып тұр. Біз бұл жердегі Honda Accord 2002 жылы шығарылып тұр, объем 1.8, $4,500. Өзіме машинағар отын кейіні келбет қой, бізге айдап кетеді. Солын тартып шығын. Жоқ, бәрінек берімен задатак беріп қойдың ағач. Honda Accord. Жалы келеді. Машина көріңіздер, бұл жақта дағы Toyota Winnom тұрады. Winnom'ды көрсетпайлы. Қара түстегі Toyota Winnom 2001 жылы шығарылған, объем 2.5, $4,800. Қара түстегі Toyota Winnom. Мен біз бұл жақта қасылған ұналар болбасын сіздерге көрсетіп өріміз. Honda Step бүгін Подспада 395 км жүрген, 2004 жылы шығарылған, объем 2, $5,800. $5,800 Подспада. Біз бұл жағын кеттік. Бұл жерде Toyota Alphard бар екен. Правый руль. Мұндағы көрсетеміз. $10,500 сұрап жаттыр. Сыртынан, артынан абалдары жақшы. Ұрылған, чиылған жерлері жоқ. Бұл жақта Toyota Ariston көрсетеміз. Пробег 199 км жүрген, 2003 жылы шығарылып тұр, басы $5,000. Біз бұл жақтағы дағы бір башқачарақ құналарды дағы көрсетелі. Бұл жерде Honda CR-ны көрсетеміз. Сол рул 2005 жылы шығарылған, басы $7,000 күн. Бұл жерде ең ақырғы ұналардың бірі Toyota Raun $4,300 көрсетіп сатып жатыр. $4,300.
бир аз түсү саргыч түстө экен. Бул жерде бир акыркысы Honda степ койгон RF3. Өтө готовый машина экен, мына көрүңүздөр. Мына унаанын ичине чыгып жатканда эле мына астында жасалып коюптур. Даяр. Урул дагы сол урул экен. Сандыгы левер урул экен. Көрүп койсок болобу бул жактарын? Вот. Сол урулду стептерди сурагандар көп болду да, подписчиктерденчи. Көрүңүздөр, бул жактан дагы. Анда эме номер да жөнөтүп кой да степ. Болса мисалы мага чалсын могу номерге. 169 000 километр жүргөн. 2002-жылы чыгарылган ADM2. Левер рул баасы $7000. Ушул номерге байланышка чыкса болот да. Ооба, ушул номерге байланышка чыкса. Түшүнүктүү. Машинанын состояниясы идеал. Бүт иштейт. Жасаачу жерлери жок. Жасаачу жери жок. Ходовка, только айдаш керек. Документи бүт жайында. Оформить этип эме генеральный доверенность жазып бересиз сразу. Бул жактарында бир коюлган. Көрсөтүп коюңга. Арткы жакта өтө ушул степке таң калыштуу эле болсо керек менимче. Сол рулду степти биринчи жолу эле көрүп атканда да. Айырмасы деген. Кайсы канал я бул? Бул Бишкек Унаа базары деген каналдан көрсөңүздөр болот. Сиздерге чоң рахмат анда. Рахмат силерге дагы. RF3 көрүңүздөрбү? Алдында защитниктер менен чогуу коюп коюптур. Вообще мощно, сөз жок. Степ, сол рулду степ. Мына ушундай достор, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыздар. Биз дагы деле болсо базарга кандай унаалар кирген болсо ошолордун баарын сиздерге көрсөтүп турабыз.